Алдын ала құрылған кестедегі ұяшықтарды өшіреміз, немесе ұяшықтардың ішіндегі мәндерді өшіру немесе тазалау деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Бізде дәл қазір 4 номер бар, әрқайсысы белгілі бір мәндермен толтырылған, жалпы тегі, есімі және жыл деп көрсетілген. Біз өшіретін болсақ, просто элементарно удалить батырмасын басып, графический редактормен өшірсек болады, бірақ біз айтқан болатынбыз, алдыңғы сабақтарда жалпы орындалатын әрекеттердің барлығын SQL запрос арқылы жасаймыз. Дәл қазір мен группа бөлімінде тұрмын, сержант тұр, и SQL-ді басамын. Ең қысқа және ең оңай сабақ бізде осы сабақ болатын шығар, себебі өшіру бізде delete функциясы арқылы орындалады. Delete, одан кейін from, именно кестенің аты бізде группа. Группа. Арғарап бізде where сөзі қолданылады. Where деген түсінген шығарсыздар уже. По ID бойынша өшірсек те болады. ID тең 2-ге. Өтірінікте қазір біздегі екінші орында тұрған Ctrl-C, пока обзорды көріп алайық. И екінші орында тұрған Есенбек 2, Құрбаналы 2 менде өшуі керек. Ctrl-V, вперед. Окей. И все. Структура, то есть обзор. И вот менде 1 мен 3 қана қалып кетті, 2 менде өшіп кетті. Дәл осылай өте оңай жолмен кестелерді өшіруге болады екен. Немесе өшірудің тағы бір жолы бар, ол целиком өшіруге болады. Біз дәл қазір просто номерок бойынша өшірдік. Кейін барлығын өшіруге болады. Так, группа бөлігінде тұрмын, SQL-ға өтем, и қайтадан жазам delete. Так, delete from, и группа десемде болады, и бұл жерде барлығы өшіп кетеді. Қазір жіберіп көрейін, но думаю барлығы түсінікті, еще барлығы өшіп кету керек. Окей, вперед. Окей. Өкінішке орай менде қазір барлығы өшіп кетті. Ал мінекей использование результаты запроса ештеңе жоқ. ID тегі және есім және жыл ғана бар. Енді тағы да амал жоқ, осының ішіне кесте толтырамыз. Одан кейін барып оны қайтадан өшіретін боламыз. Так, вставить батырмасын басамыз. Так, Есенбеков, Құрбаналы 92. Так, мынаны пока удаль біреу қыласылайын, строки, окей. Вперед, обзор, біреу бар. Тағы да бір рет вставить батырмасын басайын, но просто уақытты тиімді ұстау мақсатында. На самом деле сіздер осы жерде қайтадан қолмен енгізіп шықсаңыздар болады. Айтпай Ақмарал. Так, 96, вперед. Мінекей менде немесе өзің insert into деп жаңағыдай толтыра берсеңіздер болады. Бізде обзорда 2 мән бар. Жаңа біз сіздермен delete from деп группа дей салдық. Ішіндегі мәндердің бәрі тазаланып кетті. Барлық кестенің мәндерін тазаладық. Тағы бір сол сияқты мән бар. Ол truncate, білмеймін. И группа дей салам өтірінікте. Бұл барлығын өшіреді.